Баршаңызға сәлем. Бүгін мен өте керемет, өте дәмді болып шығатын өзбек халқының ұлттық тағамы палауды жасаймын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен қазанымызды жақсылап қыздырамыз. Майымызды құямыз. Майымызды құйып, пиязымызды жақсылап қуырып аламыз. Қоңыр болғанша қуырамыз. Мінекей пиязымыз осылай қоңыр болып қуырылу керек. Одан кейін етімізді салып қуырып аламыз. Екі бетін кезек-кезек қызартып қуырамыз. Қандай ет сасаңыздар да өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша. Мен тауық етін де қостым, жылқының етін де қостым. Мінекей екінші бетін де жақсылап қуырып алғаннан кейін сәбізімізді салып, бұны да жақсылап қуырып аламыз. Дәміне қарай тұз қосамыз. Мінекей біздің сәбізіміз, етіміз бәрі жақсылап қуырылды. Енді су құямыз. Суды мөлшеріне байланысты құямыз. Мысалы, 1 килограмм күріш басатын болсаңыз, 1 литр су құясыз. 2 килограмм күріш басатын болсаңыз, 2 литр су құясыз. Мен бұл жерде 1,5 килограмм күріш басамын. Сол үшін 1,5 литр су құйдым. Енді жақсылап су құйып болғаннан кейін бетін жауып, 40 минутта ет піскенше қайнатамыз. Мінекей достар, мен айта кететін жайт, мына жерде мен күрішімді жақсылап жуып, жылы суға 1 жарты сағатқа жүгітіп қоям. Күріш салғанға дейін үстіп суда тұрады. Сонда күрішіміз толық пісетін болады. Мінекей достар, бізде 40 минут қайнады. Тұзын көрейік. Тұзы кішкене аштылау болу керек. Өйткені күрішке де сіңеді ғой тұзды. Нормально. Енді осыған күрішімізді салып демдейміз. Күрішіміз қалай сіңгенін көрдіңіздер ме? Жылы суға салып қойғаннан. Енді күрішімізді салып, қатты отқа қоямыз. Күрішімізді саламыз. Осылай тегістеп шығамыз. Біразына су тартылу керек. Су тартылғаннан кейін демдейміз. Пиязды күйдірген себебіміз, күрішіміз қоңыр түске боялады, аппақ болып тұрмайды. Қоңыр сумен қоңыр болып шығады. Мінекей біздің суымыз тартылды. Енді күрішімізді осылай жинастырамыз. Мен айтпақшы, сарымсақты салғым келіп тұр. Сарымсақты былай кесіп, ортасына саламыз. Сосын осыған қарай үйеміз. Осылай үйіп, оқтаумен жан-жағын кесеміз.
осылай жан-жағын кесіп, бетін осылай жауып, тегістеп, көлеңкемен жауып, бетін жауып қоямыз. Бір 20 минутқа демдеп қоямыз. Астын өте жай отқа қойып қоямыз. Кәнекей көрейік, 20 минут өтті. Керемет болды. Керемет пісті бе. Мінекей біздің палауымыз пісті. Өте дәмді, өте керемет болып шықты. Үй жағдайында осылай жасасаңыздар болады. Егер мен видеом ұнап жатса, лайк басып, тіркеліп алыңыздар. Жасап көріңіздер. Ас болсын.